Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 78 сабақ зат есімнің тәуелденуі тақырыбын жалғастыратын боламыз. 47 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Қазақ ою өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарышты ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпенділер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Мүйізді қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйетабан оюы өзінің аты айтып тұрғандай түйенің табанын бейнелейді. Түйені көргендерің болса, оның ізіне қарап көз жеткізуге болады. Мәтін бейнелеу өнері кітабынан алынған. Олай болса балалар, мәтін мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды орындайық. Төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Әр өрнектің атауы, жан-жануарлар ою өрнегі, қазақ ою өрнегінің тарихы, сақ-скифтердің аң бейнелеу өнері. Бұл тақырыптардың ішінде балалар мәтінге сәйкес келетін тақырып қазақ ою өрнегінің тарихы. Өрнек сөзін жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз. Бірінші жақ жекеше түрде менің өрнегім, екінші жақ сенің өрнегің, сыпайы түрде сіздің өрнегіңіз, үшінші жақ оның өрнегі. Көпше түрде бірінші жақ біздің өрнегіміз, екінші жақ сендердің өрнектерің, сыпайы түрде сіздердің өрнектеріңіз, үшінші жақ олардың өрнектері. Осылай дәптерге тәуелдеп жазамыз балалар. 48 тапсырма жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Қазақ ою өрнегінің түрлері, ең көп кездесетін ою түрлері, ою өрнектер сыр шертеді деп толықтырсақ болады. Осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көр. Бұл тапсырманы енді ауызша өздерің орындайсыңдар. Жоғарыда оқыған мазмұнын айтқан мәтіннің жанрын анықта. Көркем мәтін немесе ғылыми танымдық мәтін. Бұл мәтін балалар ғылыми танымдық мәтін, себебі мұнда мәлімет нақты беріліп тұр. 49 тапсырма жұмбақты оқып шешуін тап. Тарағым бар, таранбаймын, орағым бар, оралмаймын, сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын. Жұмбақтың шешуі ешкі. Тәуелденген сөздерді тауып, оларды 3 жақта жекеше және көпше түрде айт. Мұндағы тәуелденген сөздер тарағым, орағым және сақалым сөздері. Ал олай болса, осы 3 сөзді тәуелдейік. Бірінші жақ жекеше түрде менің тарағым, менің орағым, менің сақалым болады. Екінші жақ сенің тарағың, сенің орағың, сенің сақалың. Сыпайы түрде сіздің тарағыңыз, сіздің орағыңыз, сіздің сақалыңыз. Үшінші жақ оның тарағы, оның орағы, оның сақалы. Көпше түрде бірінші жақ біздің тарағымыз, біздің орағымыз, біздің сақалымыз. Екінші жақ сендердің тарақтарың, сендердің орақтарың, сендердің сақалдарың. Сыпайы түрде сіздердің тарақтарыңыз, сіздердің орақтарыңыз, сіздердің сақалдарыңыз. Үшінші жақ олардың тарақтары, олардың орақтары, олардың сақалдары болып тәуелденеді. 50 жаттығу шығармашылық үзіліс. Тоқыма торға зер салып қара. Шебер тоқыма торды тоқыған кезде әртүрлі ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданған ағаш түрлерін оқисың. Бұнда балалар шырша, қайың және терек сөздері шығады екен. Шыққан ағаш түрлерін тәуелдеп жазиды. Менің бірінші жақ менің шыршам, екінші жақ сенің шыршаң, сыпайы түрде сіздің шыршаңыз, үшінші жақ оның шыршасы. Бірінші жақ менің қайыңым, екінші жақ сенің қайыңың, сыпайы түрде сіздің қайыңыңыз, үшінші жақ оның қайығы. Ал енді терек сөзін тәуелдейміз. Бірінші жақ менің терегім, екінші жақ сенің терегің, сыпайы түрде сіздің терегіңіз, үшінші жақ оның терегі. 51 жаттығу артық сөзді тап. Бойымым, күлем, өнерім, кілем сөздері
бұл жерде артық сөз көлем сөзі, себебі қалған сөздер бірінші жақта тәуелденіп тұр. Менің бұйымым, менің өнерім, менің кілемім болып. Ал келесі екінші қатардағы сөздер кездемесі, туындысы, заты, кешкі сөздері. Мұнда кешкі сөзі артық болып тұр, себебі қалған сөздер үшінші жақта тәуелденіп тұр. Оның кездемесі, оның туындысы, оның заты болып. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға жазылмаған болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.